Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей қазір біз мына жерде Ақтау қаласынан 150 шақырымдай жерде орналасқан долина шаров дейді. Яғни Торыш деген жердеміз. Бұлай аталатын себебі мына жерде кең далада табиғи шарлар тәрізді тастарды көруге болады екен. Қарап отырсаңыздар, дөңгелек шарлар. Бұның бәрі кезінде 60-50 миллион жылдар бұрын мұхит асты болған екен. Сол мұхит астындағы, міне қарап отырсаңыз арт жағында тастар, минерал тастар осы жиналып, осындай тығыз тасқа айналады екен. Содан мына жерде қазір осындай бильярд тастары секілді шарларды көруге болады. Керемет үлкен тастар екен. Ішінде ядролары бар. Жарылып кеткен тастарды көруге болады. Ең қызықтысы, кейбір сол жарылған тастарда белгілер бар екен. Бұлай қарасаң, ол руникалық белгілерге ұқсамайды, бірақ геометриялық пішінді формаларды көруге болады. Бұл енді ғалымдардың еншісінде қай кездегі таңбалар, қандай дәуірдегі таңбалар екен, бірақ өте керемет әсер береді екен. Үлкен шарлар, мінекей орман сияқты. Маңғыстау облысында орналасқан, өзінің ерекше пішінімен, жарқын түстерімен және геологиялық құбылысымен танымал ерекше табиғи ескерткіш Торыш, торлы, шарлар, шатқалы. Бұл табиғаттың ғажайып кереметі. Торыш, торлы, шарлар, шатқалы өзінің атауын шарлар немесе күмбездерге ұқсас ерекше формаларына байланысты алған. Бұл жерде басқа ғаламшардан келгендей таңғажайып көріністерді тамашалауға болады. Бұл жер туристермен ғалымдарды, соның ішінде геология мен табиғатты зерттеушілерді өзіне тартатын орын. Құрметті көрермендер, мынау мінекей Торыш деген жер екен. Мынандай осындай дөңгелек көлемі 3 метрге дейін жететін шарлар осы кең даланың бәрін алып жатыр. Қарап отырсаңыздар, өте үлкен. Мынаны итерсең де итере алмайсың. Бірнеше тонна тас екен. Мынау ішінде ядросы бар. Қарап отырсаңыздар, мінекей түрлі тастар, міне осы даланың бәрі, ен даланың бәрі осындай шарық тәрізді тастарға толы екен. Енді бұл кезінде осыдан 60 миллион жыл бұрын осы жерде үлкен мұхит орналасқан екен. Тетис деген мұхит. Сол мұхиттың астында осы минералды тастар бұрынғы сол акулалардың, ескі бұрынғы балықтардың, осындай ракушкалардың бәрін магнит сияқты өзіне тартып, осы жерден осындай шар тәрізді осындай тастар пайда болған екен. Қарап отырсаңыздар, кейбір тастарда осындай белгілер орналасқан. Бұл белгілер қай дәуірдегі белгілер екен, белгісіз, ол енді ғалымдардың еншісіне қала береді. Мінекей мына тастар, кейбір тастар жарылып ішіндегі ядролар қалып қалған екен. Мынандай тастар минерал жиналған екен. Керемет осындай әсер алатын жер екен. Өте тамаша жер. Маған жақсы әсер қалдырды.
Нормально, қалай? Iya. Sen 3 metre деп айтылса бер. Ана не суретті, адам салып кеткен. Және вот так. Міне. Білмеймін, кім салған болды именно. Қай? Білмеймін. Мінекей мына жерде тастан қашаған белгілер бар екен. Таңбалар, ру таңбалар шығар? Жоқ, ру таңбасы емес қой. Бұл тастар кезінде 50-60 миллион жыл бұрын осы жерде мұхит болған екен. Мұхиттың астында мына тастар минералды тастар екен. Бұл осы теңіздің астындағы ерте замандағы балықтар, немесе акулалар, солардың сүйектері және басқа да нелер жиналып, осы жерде сол минералға тартылып осындай шар тәрізді тасқа айналған екен. Қарап отырсаңыздар, осы жерде мына бильярдный тастар сияқты дөңгелек шар тәрізді тастарды көруге болады. Мінекей өте керемет осындай бір жақсы бір тарихи нысандардың бірі екен. Бұл жерді келіп көруге болатын жақсы жерлер екен. Келіп көрсеңіздер болады. Тамаша. Қарап отырсаңыздар, керемет үлкен тастар. Ең кішісі 15-20 сантиметрден бастап 1,5-3 метрге дейін баратын тастар екен.